Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, сіздер білетін шығарсыздар, әр контентте жас шектеулері болады. Қосу 6 жастан жоғары балаларға арналған контент. Қосу 12, 12-ге дейінгі балаларға көруге болмайтын фильм. Және көптеген хоррор экшн фильмдердегі қосу 16 және қосу 18. Қосу 18 контентте неше түрлі сұмдықтар бар екенін білесіз. Ал қосу 21 дегенді естідіңіз бе? Бұл тек алкоголь мен темекіге байланысты деп ойлап жүрсеңіз, бұндай санаттың фильмдері де болады. Бүгін мен сіздерге көптеген елдерде тыйым салынған, қосу 21 жас шектеуі мен параноидтық, каннибализмдік, әркімге арналмаған сұмдық 1980 жылғы каннибал холокауст фильмі жайлы айтамын. Орысшасы Ат каннибалов. Ат айтып тұрғандай, бұл фильмде каннибализм бар, сондықтан ескертудің барлығын ескереміз. Және достар, мен алдыңғы видеода келесі видеоны кім тамады деген пікір қалдырған едім. Соның астында «Кто я» есімді аккаунт бірінші тапты. Сондықтан менің WhatsApp-ма хабарласуды ұмытпаңыз. Және де достар, Ерасыл Тюбтің ресми TikTok-ын қарап кетуді ұмытпаңыздар. Ол жақта да басқа да контенттер ытқылауда. Сондықтан көріп кетеміз. Фильм 80-ші жылдардың романтикалық фильмі сынды. Әдемі ағаштар мен өзендердің кадрларымен, керемет музыкамен басталады. Одан біз американдық бір бағдарламаны көреміз. Осыдан 1000 жылдар бұрын жабайы хайуан сынды өмір сүрген адамзат қазір үлкен аспанмен таласқан құрылыстар салып ғарышқа ұшуда. Бірақ жер ғалам үлкен, қанша біз дамысақ та біздің өркениеттен қалып қойған жабайы адамдар әлі бар. Олар дәл хайуан сынды өмір сүреді. Ал осы сынды жабайы адамдар Амазонның Ну орманында дәл қазір өмір сүруде. Сол жабайы тайпаларды зерттеуге біздің зерттеуші топ бармақ. Топ басшысы Алан. Зерттеуші Аланның қызы Лей. Және Джей және Марк операторлар. Одан тағы бір журналист әлгі топтан. Сіздер өте қауіпті жерге барудасыздар. Және алдыңғы зерттеуші топ қайтып оралмады. Мүлде хабар жоқ олардан. Сіздер қорықпайсыздар ма? Дейді. Сол кезде біздің төртеу, біз деген профессионалмыз ғой. Алдыңғыларың жай ғана еркен адамдар ғой. Ондай істі бұндай адамдар жасай алмайды. Бұл біздің жұмыс. Көп ойнай бермей, оданша бізде жақсы қарсы алуға дайындалыңыздар. Деп бөсіп ұшақпен әлгі орманға ұшып кетеді. Бір айда келу керек болған, бірақ хабарсыз кеткен 2 ай болды. Солай жоғалған төртеудің артынан іздеуші хабар алып келер Геральт деген деген маманды жібереді. Солай біз әлгі Ну орман және оның тұрғындарымен жақсы танысамыз. Ол орманда жабайы адамдардан бөлек әскерилер бар. Олар не істеп не тындырып жүрген білмедім, бірақ біздің Геральтты солар тосып алады. Геральт келген шаруасын айтады. Сонда әскер басы: "Сен есің дұрыс па? Бұны жерге не атанбасын іздеп келдің сен? Сен өзің жалғыз оларды қалай таппақшысың?" дейді. Геральт болса шешінген судан тайынбас деп әлдеқашан шешіп қойған екен. Солай Геральтқа команда жинап береді. Бұл Чако. Орманды жақсы біледі, географ, гайд. Қызықты факт, бұл Чаконың рөлінде ойнаған адам негізі актер емес. Шын өмірде жалпы ормандарда жұмыс жасайтын гайд екен. Және тағы Пилифе деген көмекші гайд және ормандағы тайпаның кепілдікке алынған бір адамы. Жабайы адам ұстап алған ғой. Солай енді орманның ішін көреміз. Неше түрлі экзотикалық жәндік, аңқұс бәрі бар. Маймыл, жолбарыс бәрін көрдік. Солай олар жүріп келе жатып, Чако бір мәйттің үстіне құлап түседі. Чако жан-жақта әмбебап болғандықтан сүйек болып қалған мәйттің тісіне қарап, бұл әлгі төртеуді осы орманға келген гайд екенін таниды. Және мүлде таңғалмайды. Әшейін күнде мәйттің үстіне құлап жүрген адам құсап. Одан олар түскі ас жеді. Әлгі Филифе деген көмекшісі бір кеміргішті ұстап алып келеді. Және тірілей бауыздап жіберіп тура жей салады. Ас болсын. Және бұл орманда 2 жабайы тайпа бар. Біреулері кішкене әлсіздеу, және жат адамдарға сондай қатал емес. Ал екіншісі керісінше күшті, көп және қатыгез, ағаш адамдары. Солай біздің топ әлгі бірінші тайпаны тауып барады. Солай олар әлгі кепілдікке ұстап жүрген сол тайпаның мүшесін босатып, өздері тар жалаңаш шешініп, әлгі тайпаға өздерінің қауіпсіз екенін көрсетеді. Солай әлгі тайпа оларға сеніп отырықтарына әкеледі. Одан тайпа көсеміз шығып келіп бірдемені жылап айғайлап айтпақшы болады. Адам сүйегімен күл араласқан жерді көрсетіп, жерді ұрғылап жылайды байқұс. Солай олар іздеген адамдары бұл тайпада жоқ екенін көреді. Сөйтіп олар әлгі ағаш адамдар тайпасына баруға жоспар құрады. Бұл ормандағы 2 жабайы тайпа бір-бірімен жау. Олар үнемі қақтығысып соғысып тұрады екен.
Біздің команда дәл соны пайдаланып, екі тайпа қырылып атқан кезінде үстінен түсіп, өтірік ағаш адамдарына көмектескен сынды болып олардың сеніміне кірмек. Және жоспар іске асып кетеді. Солай олар тайпаның отырғына келеді. Бірақ десе де ағаш адамдар оларға толық сенбей қояды. Ал Херальдке әлгі төртеуді табу керек. Болмаса әлгілердің түсірген камерасы не таспасын табу керек. Херальд алдыңғыдай тыржаланып шешінеді. Сол кезде топтасқан жабайы әйелдер келіп, оны бір жерге әкеледі. Және сол жерден біз әлгі төртеудің сүйектерін көреміз. Әлгі төртеу әлде қашан өліп қалған екен, қанқа болып қалған. Және сүйектің жанында камера мен таспалар бар екен. Херальд соны алайын десе, тайпа адамдар оған мүлде бермейді. Одан Херальдке бір ой келіп, әлгі тайпа адамдарына барып, радиосында бір бәледен музыка шығарады. Енді музыка әлемдік тіл. Қанша жабай болса да әлгі жаламбұттар ырбың-ырбың етіп қозала кетеді. Сөйтіп олар оған сеніп, оған таспасын береді. Херальд аман-есен елге қайтып, қаласындағы ең үлкен телевидениеға әлгі таспаны апарып береді. Төрт зерттеуші зерттеу істемек болып сәтсіз оқиға орын алып оралмаған еді. Бірақ біз олардың түсірген деректі фильмін таптық. Қазір біз соны эксклюзивті түрде теледидардан қалың көпке тікелей эфирде шығарамыз. Сондықтан арнадан алыстамаңыз. Херальд өзі аң-таң, мүлде әлі көрмеген таспаны видеоны мүлдем тексерместен сенсация қылып теледидардан шығармақ. Солай ол әлгі теледидардың адамдарына барып, ең бірді өзіміз көріп тексеріп алсақ қайтеді дейді. Сөйтіп біз әлгі төртеудің түсірген фильмін көреміз. Видео басында әлгі зерттеушілер жоғары көңіл күйде орманға бара жатқанын көреміз. Бірақ бұл зерттеушілер кішкене жындыбас көрінеді. Айтқан сөздері, істеген істері бір түрлі. Төртеуі бір гайдты ертіп орман ішіне кіріп кетеді. Одан олар түскі ас жеді. Әлгінде Херальдтардың ішкен түскі асы бір түрлі болды деп ойласаңыз, бұлар содан бір тасбақаны ұстап алады. Және бұл кинодағы тасбақа шынайы тасбақа. Одан олар тасбақаны ұстап алып, балтамен оны балталап, тасын жарып, әшейін бақа қып тастайды да, одан таласып жеп алады. Содан олар астанып болып жолын жалғастырмақ болады. Бірақ тасбақаның қарғысы тиді ма, әлгі гайдты улы жылан аяғынан шағып алады. О денесіне тарамас үшін олар оның аяғын кесуге шешеді. Солай гайдтың аяғын балталай жөнелгенінде гайд сол жерде тіл қартпай өліп кетеді. Жол білетін гайдтары өліп қалды. Егер сау сиырдың боғы болса, әрі қарайғы жолды білмейміз ғой, есіміз барда елімізді табайық дейді ғой. Бірақ бұлар ондай емес. Бұлар ары қарай кетеді. Солай олар келе жатып әлгі бірінші тайпаның адамдары маймылды ұстап алып жеп жатқан жерінен кезігеді. Қызықты факт, бұл жабай адамдардың рөлінде ойнап жүрген адамдар шынайы жабай адамдар. Енді жабай адамдар дегенде өте бір кинодағыдай адам етін жейтін ондай жабай емес. Тек әлгі ескі салттармен өмір сүруді шешкен индустар сынды өздері орманда аң аулап, бұттарына жапырақ жапсырып, интернет кредитте бас ауыртпай жүрген бір тайпа. Бұлар тіл біледі, бұлар адамға зияны жоқ, өздерімен жүрген адамдар. Және тағы бір қызықты факт, әлгіндегі өлтірілген маймыл шынайы маймыл болды. Негізі режиссер сендерге өтірік маймыл береміз, соны өтірік жеген құсандар деген ғой. Сол кезде біздің адамдар бірден берген соң өтірігін емес шынайын бере салсай, маймыл кетіп күшті ғой, жеп аламыз деген ғой. Одан біздің есерсоқтар әлгі тайпалардың тұрағын білу үшін біреуінің аяғынан атып жаралайды. Ол сорлы байқұс ақсақтап үйіне қарай жүгіреді. Сол кезде оның артынан еріп отырып тайпа тұрағын табады. Біздің зерттеушілер зерттеуші емес қарақшы болып шығады. Олар тайпаға келе салысымен өздерінің қаруымен қорқытып, ұрып, соғып, оларды тонай бастайды. Одан алын деген жарместі не жын соққанын білмейміз. Ол тайпа адамдарын малша айдап бір күрке сынды бірдемеге бәрін кіргізіп, өртеп жібереді. Әрине кейбіреулер қашып үлгереді, бірақ біраз адамдар тірілей жанып кетеді. Әлгінде тайпа көсемі күлді соққылап жылаған себебі осы екен. Ол жарместер бізде мылтық бар, бұлар бізге ештеңе істей алмайды екен деп бар жағынан оларға қорлық көрсетіп, оларды қинап кетеді. Бұны көріп отырған Херальд шок болып телевидение басшыларына жүгіріп барып, мұндай сұмдықты тексермейсіңдер тікелей эфирге шығармақ болдыңдар ма деп айғай салады. Біз бұндай екенін білмедік қой дейді. Одан Херальд бұл видео әлі біткен жоқ дейді. Солай телевидение басшыларымен Херальд жалғастыра көреді. Видеоны жалғастырып қосып қалған жерінде әлгі жарместер бір тайпа қызын ұстап алып күшпен патата болып жаққан жері шығады. Одан олар екінші ағаш адамдарының тайпасының тұрағын табады. Олар алдыңғыдай бұларды мылтықпен қорқытып күш көрсетеміз деп ойлаған. Бірақ ағаш адамдары мылтықтан қорықпайды. Және олардың саны өте көп. Олар қарсы жауған оққа қарамастан операторды сүйреп алып кетеді. Оны құтқарудың орнына алын, оны қайтып өлетін түсіріп алайық деп жүгіре кетеді. Содан біз оператордың қалай өлетінін көреміз.
Ағаш адамдар оны ұстап тұрып потын шешіп, аппаратын кесіп алады. 80-ші жылдар бұны қалай осыншама шынайы түсіргенін бір құдай біледі. Аппараттан кейін оның басын кесіп алады да, одан оператордың етін жей бастайды. Одан әрине сол видеоны түсіріп жүрген барлық адамдарды ұстап алып, барлығын ағаш адамдары өлтіреді. Солай видео аяқталады. Көріп отырғандар жай ғана шок. Қайдағы тікелей эфир бұл сұмдықты жай ғана жою керек деген шешім шығарады. Одан біздің Хэролд офистен шығып, негізінде нағыз каннибалдар қайсысы болды екен я деп таңырқаймын деген соңғы сөйлемін айтып, кино аяқталады. Я достар, бұл фильм жай ғана сұмдық. Және де мен бұл фильмнің көптеген тұстарын көрсетпедім, айтпадым, олар жайлы тіпті айтудың керек жоқ деп ойлаймын. Бұл киноны сұмдықтың сұмдығы қылатын нәрселер әрине көптеген шынайы заттар, шынайы өлтірген аңғыз, шынайы жабай тайпа деген сынды. Бұның бәрі бұл фильмді шынайы өмірде табылған found footage емес па деген күдікке алып келеді. Бірақ ондай емес, бұл арнайы жасалған фильм. Режиссері Руджеро Дуитато демекші, бұл кісі фильм шыққаннан кейін сотталып кете жаздаған. Не себепті десеңіздер, кино тұсауын кескеннен кейін әлгі біздің актер-актрисалар үсті-үсті жоқ болып кеткен. Басқа киноға түспек түгілі көшеде көрінбейтін болған. Содан әрине адамдар мынау шынайы актерларын өлтіріп тастаған жоқ пе деп күдіктеніп арыз жазған. Сөйтсе Руджеро басынан хайп ұстау үшін әдейі актерлармен келісімшарт жасап, бір жыл бойы ешқандай фильм рекламаға түспеңдер деп төлемақы төлеген екен. Содан әрине солай босатылды. Жалпы кино жайлы дау-дамай өте көп. Енді түйін шығарсақ, бұл фильм не мағына береді және не ой жеткізгісі келді? Осы сұраққа негізгі Хэролдтың соңғы бір ауыз сөзін жауап ретінде алсақ болады. Мүмкін негізінде табиғатта хайуансында өмір сүретін адамдардан көрі цивилизация дамыған сошал адамдар көбірек қатыгез жауыз емес па деген ой. Бұл ойды не дұрыс не бұрыс дегенге келмес. Жай бір адам бір тараптан ойланып қарап көретін көзқарас деп санаймын. Осылай достар, видео аяқталады. Бұл фильмді талдай беретін болсақ бұл бітпейді. Ал енді келесі жолыққанша сау аман болыңыздар.